Жігіттер, армияға келіңдер, армиядан қашпаңдар жігіттер. Бұл Ертуған, математика пәнінің мұғалімі. Ұстаз болудан жасқанбаған жас маман әскерге бару әр азаматтың парызы дейді. Ассалаумағалейкум, браттар. Мен бүгін повестка алдым. Қарағанды облысының жинақтау пунктіне келдім. Кеттік әрі. Қазір мына жаққа кіріп жатырмын. Қазір мына жаққа келіп, киімді шешіп, әрі қарай медицинский осмотр өткіземін. Жігіттер, мына жаққа психологиялық тестқа келдім. Осы психологиялық тестті тапсырайын деп жатырмын. Мына жақта жігіттер бар екен. Әскерге дайынсың ба? Мен жігіттер осы мына жерге построение тұрып жатыр, обед ішу үшін. Болды жігіттер, аман есен өттім барлығына. Мына жерде міне енді деламды бәрін қолға алып, отправка болады енді. Жақсы жігіттер, армияға келіңдер, армиядан қашпаңдар жігіттер.